Саламатсыздар ма, құрметті подкасттың тыңдармандары. Бүгін бізде арнайы видео подкаст, және видео подкастымыз жалпы Magnum компаниясындағы мойындау жүйесінің жеңімпаздарымен, көшбасшыларымен кездесуге арналған болатын. Және бүгін бізде екі арнайы қонағымыз бар. Бұл Серік Нұржан және Садриева Эльмира. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Серік Нұржан бізде 64-ші филиалдың директоры, және Эльмира ханым бізде секцияның меңгерушісі 21-ші филиалда, иә? Енді жалпы бүгінгі біздің кездесуіміз біздің мойындау жүйесі, таныту жүйесіндегі жеңімпаздар туралы болады. Бұл екі кісі бізде арнайы номинациялардың жеңімпаздары болды, және осы жеңімпаздармен сөйлеспек түгіл, ең алдымен сіздерден Magnum компаниясы туралы сұрағым келіп отыр. Компанияға қалай келдіңіздер? Алғашқы қадамдарыңыз қандай болды? Нұржан, сіз айтып берсеңіз. Magnum компаниясына жалпы 2018 жылы, ол кезде менің студенттік шақтарым шәкіртақы біріншіден жетпейтін, екіншіден қосымша жұмыс табу керек болды. Сол жұмыс табу мақсатында Instagram жүйесін ақтарып отырған кезде белгілі бір рекламаға тап болдым. Қарасам, Magnum компаниясы өзіне сотрудниктер жинап жатыр екен. Сонымен маған түнгі ауысымға жұмыс керек болды. 2018 жылы қателеспесем тамыз айы болатын. Тамыз айында сол неге хабарласып, Instagram арқылы номерін тауып, хабарласып, сол компанияға нөмірі 7-ші филиалда гастроном бөлімінің түнгі ауысымдағы сатушы болып жұмысқа келдім. Содан солай жұмысын басталып кетті компанияға деген. Керемет. Эльмира, расскажите вы, пожалуйста, поделитесь. Да, я в нашу компанию пришла в 2019 году. Я пришла сотрудником службы безопасности на приемку. Я была контролером зоны приемки товара. В последующем я поднялась на старшего контролера зоны приемки. И тут я уже начала задумываться, хотела посмотреть себя в другой сфере. Ну, также в Magnum, и попробовать себя заведующей секцией. Подошла к директору, предложила свою должность, вакансию, и меня одобрили. Таким образом, я вот уже работаю на протяжении 3-4 лет. Спасибо, Эльмира. Жалпы керемет, әртүрлі мамандыққа келіпсіздер, әртүрлі. Енді Нұржан, бүгінгі таңда қай жерде қандай қызмет атқарасыз, қай Magnum'дасыз? Қазіргі таңда мен 64-ші Magnum'ның директоры болып жұмыс жасаймын. Жалпы директор болғаныма 7 ай шамасы болды. Директор болмастан бұрын мен бағана 2018-де келдім компанияға. 2018-де келгеннен кейін түнгі ауысымда продавец болып, сатушы болып жүрдім. Сатушы болып жүргеннен кейін мені 6 айдан кейін өзімнің секция меңгерушім, заведующий секция, аға продавец болуға ұсынысын берді. Мен ол кезде түнде жұмыс жасаймын, күндіз сабаққа баратын. Мен ол кезде әрине бас тарттым, күндіз сабаққа барам, ал күндіз жұмыс істеуге маған ыңғайсыз болды. Сөйтіп, арада тағы 3 ай өткеннен кейін тағы да сондай ұсыныс түсті. Өзімнің бағанағы секция меңгерушімнен ұсыныс түскеннен кейін мен аға продавец болып орналастым. Сатушыдан бағана аға продавецке күндізгі маусымға ауыстым. Енді ол кезде өте қызық жағдайлар болды. Аға продавец болып мен 1 жылдай жүрдім. 1 жыл жүргеннен кейін ол кезде мынандай қызмет болатын. Менеджер, яғни менеджер отдела фреш дейді. Ол кезде сондай бір должность болды. Сол должностьта тағы да 1 жыл жұмыс істедім. Және менде ойымда мынандай түйсік пайда болды. Неліктен өзімді жоғары мақсатта көрсетіп, ары қарай өзімді ұсынып көрмеске. Яғни тек қана менеджер болып жүре бермей, одан жоғарғалай көтеруге өзімді ұсынысу керек болды. Себебі мен бір жұмысты жасай берсем, одан бір жағынан жалығасың, бір жағынан ішің пысып кетеді. И өзімде андай мақсат болды. Өзімнің уақытымды, 1 жыл уақытымды алдыңғы жылға ұқсатпау деген. Сондай өзімде мотивационный өзімде бір белгілі бір мақсат болды. Сөйтіп мен өзімді ұсыныс жасадым. Мен секция меңгерушісіне дейін көтерілдім. Секция меңгеруші болып тағы да 1 жыл жұмыс жасадым. И ровно 1 жыл өткеннен кейін мен бағана кадрлық резервқа өзімді ұсындым директордың орынбасарына. Директордың орынбасарына ұсынғаннан кейін директорым әрине мақұлдады. Содан кейін обучение, неше түрлі оқу курстарына барып жүрдім. Оқу курстарын бітіргеннен кейін номер 54-ші Magnum'ның ашылу уақыты болатын. Сол жаққа мені ұсынды, өзім директорым ұсынды. Сөйтіп мен ол жаққа директордың орынбасары болып жұмысқа кірдім. Сол кезде өте қызық жағдайлар болды. Магазин ашқан өте қиын,
дүкенді ашылуы, оның басында құрылуы бар, оларға бағана тауарларға заказ беруі бар, өте қызық жағдайлар болды. Сөйтіп мен ол магазинде, номер 54 магазинде директордың орынбасары болып 3 ай жұмыс жасадым. Магазинді аштық, орнына тұрғыздық, белгілі бір покупательдерді өзімізге тарттық. Одан кейін мені супер форматта номер 9 спутникте орналасқан магазинге шақырды. Директордың орынбасары қылып. Ол кезде уже экспресстен қарағанда супер формат, ол өте қиындау болады. Қол астында көптеген адамдар жұмыс жасайды. Супер форматта да 1 жыл жұмыс істедім. 1 жыл жұмыс істегеннен кейін, енді 1 жыл уақытымды мен директордың орынбасарға арналғаннан кейін өзімді тағы да бір басқа жағынан ұсынып көргім келді. Сөйтіп мен кадрлық резервқа, директор филиалға өзімді ұсынысымды тастадым. Әрине директорым және территориялық директорым мақұлдады. Белгілі бір оқу, обученияларға барып, практиканы көріп, обучениені өтіп болғаннан кейін 64-ші мамамге директорлық қызметқа мені ауыстырды. Керемет. Бүгінгі таңда қанша уақыт болды директор болғаныңызға? Директор болғаныма 7 ай болды. Керемет. 7 ай директорда құттықтаймын. Эльмира, теперь вы можете рассказать, как вот у вас прошел этот путь от сотрудника службы безопасности до заведующей секции отдела бытовая химия? Как это все было? Ну, как и у всех начинающих, были свои трудности. Так как я была сотрудником службы безопасности, там есть строгие свои ограничения в работе. Да я не понимала, что такое планограмма, я не понимала, с какой стороны надо располагать ценники. То есть это для меня было все ново. И я себя начинала, вот, хоть я была как уже заведующей секцией, но я себя уже изначально пробовала как продавец. То есть для меня это было все новое, это для меня было сложно. Но так как у нас на тот момент и сейчас наш действующий директор Эльмира Абдыкадыровна, она неустанно нас обучала, наставничество свое проводила, показывала, как это все делается. И вот благодаря этому прошло все как бы очень гладко. Сейчас я, естественно, уже, если заглядываться назад, это небо и земля, то, что я знала и что сейчас знаю. Ну и учиться этому в дальнейшем мы будем дальше, так как совершенству нет предела, надо дальше двигаться. Эльмира, возникает следующий вопрос. Какие у вас теперь есть планы на будущее в компании Magnum? Вот вы сейчас уже заведующая секцией. Какие планы на будущее? Ну, естественно, это уже по карьерной лестнице, это заместитель директора. В планах есть себя попробовать. Ну и дальше как Бог даст. Может быть и на директора, а может быть. В Магнуме очень много возможностей, да. Очень много всяких у нас должностей, где можно себя попробовать. Ну, дай бог, как минимум, до директора дорастете, да? Да, а там посмотрим. Да, отлично. Нұржан, сізге сұрақ. Енді көп ойлайды, директор бұл бір шарықтау шыңы деп, директордан ары қарай ешқандай мамандық жоқ деп, бірақ жалпы өзіңіздің директордан ары қарай қандай қойған мақсаттарыңыз, бір алға қойған ынталандыратын ойларыңыз бар? Иә, ол директорлық, ол шың емес. Директорлықтан жоғары, қазір кішігірім магазинді басқарып отырсаң, одан жоғары суперформат, гиперформатқа дейін өсуге өзіңді ынталандырып, соған өз-өзіңді көрсетіп, себебі қазір директорлардың арасында да кез келген должностьті алып қарасақ, конкуренция өте жоғары. Ол жақта өз-өзіңді көрсете білу керек, өз-өзіңді жұмысың арқылы көрсете білу керек, және өзіңнің командаңмен бірге жұмыс істей білу керек. Ол директорлық, мысалы, мені директор қылып отқан, ол менің өзімнің дүкенім, магазинім. Сол жақтағы сотрудниктардың арқасы. Және енді ол суперформатқа, гиперформатқа өсу үшін қолымыздағы барын жасаймыз. Суперформаттан гиперформатқа өскіңіз келеді. Керемет. Енді Нұржан, келесі сұрақ, енді өзіміздің номинацияға оралсақ, қысқаша айтып берсеңіз, қандай номинациядан жеңімпаз атандыңыз, және номинация жеңімпаз ретінде қандай сыйлық ұсынды сізге компания? Алдыңғы жылы, 2022 жылы қаңтар айында менеджер подбор персонал өзінің слайдын дайындап, слайды бойынша Magnum компаниясына конкурс болып жатқанын айтты. Яғни ол жақта лучшие из лучших, вне конкуренции, лучшие сотрудники, сондай номинациялар бар екенін айтты. Және де біздің мен істеп жатқан дүкенде, мен ол дүкенге 2022 жылы
қыркүйек айынан кейін бардым, қателеспесем. Және де ұтып алған номинация ол вне конкуренции лучший магазин в среди своем кластере. Яғни біз ол кезде 7-ші кластердағы магазин дүкен болатынбыз. 7-ші кластердағы лучший магазиндардың біріне ендік. Және оған ұсынылған бағанағы сыйлығымыз, алған сыйлығымыз, дүкен ретінде алған сыйлығымыз, ол жақта тек қана менің үлесім емес, ол жақта менің қол астымда істейтін бүткіл командамның үлесі. Мен всегда бағана өзіміз жиналыс жасаған кезде олардың естеріне салып отырам, что олардың арқасында дүкен көркейіп жатыр, товарооборот көбейіп жатыр, және чек-листтен жақсы балдар алынып жатыр, және де өзіміздің тұрақты клиенттеріміз де көбейіп жатыр. Ал оған ұсынылған бағанағы вне конкуренция лучший из лучшихқа ұсынылған сыйлық, ол бізге экспресс формат болғандықтан 400 000 теңге. 400 000 теңге ақшалай сыйлық алдық. Яғни ол 400 000 теңге ол біздің дүкенімізге жұмсалатын қаражат. Мен ол 400 000-ға не істей аламын? Біріншіден, бүткіл сотрудниктің, мысалы, кез келген жұмыскер, бана сотрудниктер жұмысқа келгенде өзінің үйі сияқты сезіну керек. Себебі адам жұмысына барған кезде өзінің құлшынысымен, ниетімен бару керек. Алай емес, таңертең тұрып, ойбай жұмысқа бару керек еді деп емес. Бүгін менің жұмысым, біріншіден енді адам жұмысқа не үшін барады? Жұмысқа адам ақша табу үшін барады. Ақша табу үшін барады. Және сол ақша табу мақсатында өзінің мақсаттарына қол жеткізеді. Және сол жұмыста олардың жағдайын жасай білуіміз керек. Сол себепті дүкенге әртүрлі, мысалы, өзіміздің уют дейді ғой, уютты создавать ету үшін өзіміздің дүкенге бағана сыйлыққа біріншіден асханамызды көркейтіп, жандандырдық, картинкалар іліп, және де бізде өзіміз осы жақында ғана осы Рамазан айына байланысты ауызашар өткіздік. Өзіміз сол жұмысымыздың арт жағында ет алып, қазан қуырып, енді ол өте көңілді болды. Бір жаны қызық, әрбір сотрудник өзі жұмысқа емес, бір үйіне барып жүрген сияқты. Ол бізде, мысалы, команда бір отбасы. Тек қана өзімізде істеп жүрген сотрудниктер емес, аутсорсинг компаниялардың өзі сіздің дүкенге ертең жазылсақ бола ма, ертең сізге шықсақ бола ма, бос орын бар ма деп сұранады. Ондай сотрудниктарымыз да бар, жұмыс бар, аутсорсинг сотрудниктар. Ол нені білдіреді? Яғни біздің дүкенімізде барлық жағдай жасалған. Біріншіден, столовыйымыз, ас бөлмеміз көркеюде. Екіншіден, бізде команда өте жақсы, бір-біріне көмектесе біледі. Мен әрбір жиналыс сайын айтып отырам оларға, сендер бір-бірлеріңе көмектесіңдер. Мен, мысалы, әр отделдің өзінің продавесі болады. Что мен ана отделдің продавесім жоқ, мен ана жаққа бармаймын деп міндетсінбейтіндей, бір-біріне әрқашан көмектесіп, қол ұштарын созып отырады. Өйткені біз жұмыста бізде бағана жұмыскерлер, сотрудниктерді қол астымызда, командамызда үйіне қарағанда, үйіндегілермен қарағанда жұмыста көп уақытын өткізеді. Ол белгілі факт дүние, дәлелденген дүние. Енді бізде қалжыңдап айтады, алдында 400 000 теңгені ұттық, не істейміз деп барлығымен ақылдастық. Сол кезде мені көбісі енді өзім жас болғандықтан директор ағай деп солай атап кеткен да. Директор ағай, шеф, директор ағай деп атап кеткен. Сол кезде диван алсақ бола ма дейді ғой. Диван, енді ол да қарастыруға болады, бірақ енді оған орын жоқ деуге болады, экспресс форматында енді. Бірақ барынша бағана тамақтану бөлмесін, жуыну бөлмесін есте салсақ, жуыну бөлмесін, соның бәрін көркендіріп, жандандырып қойдық. Енді жарты қаражатымыз қалды, соған өзіміз бір тимбилдинг ұйымдастырамыз деп отырмыз. Күн жылыса тауға барып, көңілді командамызбен бірге уақыт өткізіп, жақсы бір демалып қайтатын ойда бар. Себебі барлық жұмыскерлердің естеліктерінде қалу керек. Керемет. Тимбилдинг әрине ол ұжымды бір біріктіретін нәрсе. Жалпы Нұржан айтып отыр, 400 000 теңге ұттық деп, бірақ әріптестеріміз бұл кластерға байланысты, магазин форматына байланысты 400 000 теңге ұту мүмкіндігі бар, 700 000, миллион теңгені ұту мүмкіндігі бар. Сондықтан міндетті түрде бұл жаққа тырысу керек. Яғни вне конкуренция, қазақша айтсақ, бәсекеден тыс деген номинацияны бүкіл команда алады, Команда. Және бізде екінші номинация бар, вторая номинация, замечательная, лучший из лучших называется, и там, как я понимаю, приз был совершенно другой, да, Эльмира? Да, расскажите, какой приз, какая номинация и вообще какие эмоции были во время получения этой награды? Ну, давайте скажем так, когда ЗДФ мне позвонила по внутреннему телефону и сообщила, ну, она мне говорит: Эльмира, я тебя поздравляю, вы выбраны лучшими из лучших.
Это было очень приятно. Я даже в тот момент не знала, что у нас такой замечательный приз, да, как тур. Я как раз в это время была в зале, я, наверное, сделала 2 обхода, прежде чем до меня эта информация дошла, что признание лучшим из лучших, это для меня было, ну, наверное, самая лучшая похвала. Конечно, мы как бы вкладываемся на все 100, мы приходим на работу работать, чтобы были наши результаты как можно лучше. Но в любом случае, ну, на тот момент я не была готова, чтобы услышать такие вот признания, да. Потом, пройдя уже какое-то время, исходя, минут через 10-15, уже я подошла к компьютеру, начала уже подробно прочитала, для меня уже пошла вторая волна этого легкого шока, да, испытания, что номинация называется «Лучший из лучших», и у нас тур на 500 тысяч тенге в любую точку страны, мира, куда пожелает, допустим, сотрудник. Естественно, на тот момент уже пошли все там варианты, да, Мальдивы, Турция. Ну, шок был тогда действительно. Ну, это хоть и выбрали одного сотрудника, да, допустим, это в любом случае работа команды. Если бы не моя команда, допустим, да, наши продавцы, мерчендайзеры, вряд ли бы мы добились вот таких бы успехов. В любом случае, Magnum — это команда, командная работа. И кто бы не добивался успеха, добивается здесь командой. Да, на самом деле, работа команды очень важна, но и приз очень хороший. Это очень. Сертификат на 500 тысяч тенге в турфирму, да? Ага. Выбрали, куда поедете? Да, выбрали Стамбул, Турцию, уже выбрали день, уже я расписала, куда и какой день я пойду, для меня это уже все готово. То есть, наверное, внутренне я как-то готовилась к тому, что я куда-то поеду, да. Не так много времени мне понадобилось посмотреть по сайту турагентства предложенные варианты. И выбрала для себя оптимально. Я еду с ребенком. И, кстати, не так много денег мне пришлось вложить. Но я думаю, что я очень замечательно проведу время, потому что я к этому вот готова. Замечательно, спасибо. Келесі сұрақ, Нұржан мырза, жалпы осы номинацияда жеңіскер атану үшін, жеңімпаз болу үшін, сіздің ойыңызша командада қандай дағдылар керек, қандай бір жұмыс алгоритмі керек, қалай осындай номинациядан жеңімпаз болуға қол жеткіздіңіз? Тағы да қайталап кетем, бұл бағана номинацияны жеңу үшін, ол алдымен сен өзіңнің командаңды жинауың керек. Сенің қол астындағы командаң өзің ойыңдағыдай шығып тұрса, кез келген жетістікке жетуге болады. Ол мысалы 7-ші класстер магазиннен 6-ші класстер магазинге өту. Егер мен біздің өзімізде енді ценность жазылған ғой, компанияның ценності бағанағы жылдам, адал, сенімді. Сол 3 қағиданы әрбір сотрудник ұстанса, жылдам, адал, сенімді ұстанса, кез келген жетістікке жетуге болады. Яғни магазинді көркейтуге болады. Енді критерийлер бойынша 64-ші бағана филиалдың мен ол дүкенге барғаныма өте риза болдым басында. Коллектив сондай ұйымшыл болды, және менің мақсатым сол коллективке сіңісіп кету. Сол коллективпен бірге жұмыс жасау. Сол коллективпен бірге жұмыс жасай білдім. Әр сотрудниктің несін таба білдім. Қалай жұмсау керектігін, кімге тілін таба білдім, кімге қалай обращение жасауым керек, кімді қалай жұмсау керек. Енді әр бастықтың, әр директордың, әр руководитель составтың өзінің бір жұмсау манерасы болады. Менде өзімде басқа манера болды. Яғни сол коллективпен сіңісіп, енді андай ұрсу мақсатында емес, оларды мысалы өзімде пример ретінде қоямын всегда. Бана сатушыдан директордыққа қалай өскенді де айтып отырам. Және әр адам, әр сотрудник солай жетістікке жете алатындығы туралы түсіндіріп айтып отырам әрбір жиналыс сайын. Және бағанағы вне конкуренции лучший магазин болудың себебі, ол магазин біріншіден көркейіп жатыр. Екіншіден, күннен күнге өзіміздің бағана клиенттеріміздің асуы, көбеюі, алдыңғы жылмен салыстырғанда, осы жыл енді бізге 50%-тен жоғары клиенттер келіп жатыр. Ол нені білдіреді? Ол енді бізде біріншіден клиент көбейсе,
ол біздің товарооборот көбейеді. Яғни біз клиент келу үшін, қайтадан айналып келу үшін біз барлық жағдайды жасауымыз керек. Клиент болмаса бізде товарооборот болмайды. Товарооборот болса, ол бізде зарплатамыз болмайды. Мен всегда айтамын, покупатель, бағана клиенттеріміз, ол біздің зарплатамыз. Сендер соларға солай обращение жасау керексіңдер. Яғни клиентті қалай дағдыландырасыңдар өздеріңе қайтадан айналып келу үшін, соған қарсы өздерің жалақыларыңды аласыңдар. Және де кейін ойлаймын, что осындай номинацияны жеңу үшін ол өзіміздің проверкалар, яғни дисциплина, чек-лист, соларды әрдайым сақтап отыру керек. Магнумның заңнамасы ешқашан өзгермеген. Магнум ашылғанда қандай заңнама болды, әлі күнге дейін сол заңнамалары бар. Яғни чек-лист, тексерістер. Сол тексеріс чек-листтарды сақтап отырса, магазин көркейе түседі. Және де ол жақта тағы бір критерий болатын, ол текущість, яғни сотрудник жұмыстан шығып кетпеу керек. Енді болады, бағанағы жұмыскерлеріміз басқа қалаға көшіп жатады, енді оқуына байланысты, бірақ біз барынша оларға жағдай жасаймыз. Мысалы, біреудің сабағымен үйлесімін таппай отырса, жұмысқа шыға алмай сабағының, енді сабақты да оқу керек, оқымау емес, оқу керек, сабаққа да бару керек, бірақ сотрудникке жұмыс та керек, ақша тапқысы келеді. Может, енді мүмкін өзінің отбасылық жағдайына байланысты, может, өзінің қалтасына қаражат керек болар. Енді сол үшін біз барлық жағдай жасап береміз. Графикті өзіне гибкий график қойып береміз. Таңертең сабақта болса, түстен кейін ол жұмыста болады. Кешке сабақта болса, ол таңертең жұмыста болады. Әр сотрудникке солай график қою мақсатында біз өзіміздің коллективті ұстап отырмыз. Қысқаша айтқанда, жалпы өзіңіздің ерекше басшылық стиліңіз бар, және әр адамға жеке жолын тауып алгоритм жасап бересіз. Керемет, керемет, өте жақсы. Меніңше көп директорлар осыны тыңдау керек секілді. Эльмира, вопрос следующий. У вас отдел бытовой химии. И вроде бы казалась такая особая группа, да, товаров. Как вам удалось вот среди стольких конкурентов стать самым лучшим заведующим секцией? И вообще, какие у вас, может быть, фишки, навыки, может быть, какие-то ритуалы ваши? Нет ничего сложного и ничего необычного. Есть у нас определенные правила, есть у нас регламент. Нужно придерживаться этого регламента. Я не говорю, что держаться в рамках, да, строго. Нет, у нас, так как мы работаем с людьми, мы сами люди, у нас бывают какие-то отклонения, но нужно стараться регламента держаться, соблюдать технику безопасности, соблюдать меры, допустим, да. Потом самое первое, это у нас что, продажи. Выставлять все предложенные акционные товары, предлагать, выложить их красиво так, чтобы была импульсивность покупателя купить то, зачем он не пришел, да? И это все. Приходить вовремя на работу, уходить вовремя с работы, быть приветливым, как и с сотрудниками, так и с покупателями. Все, больше ничего особенного. Секрет прост, да? Да, хорошая выкладка, эмоциональные покупки и работать по алгоритму. Замечательно. Эльмира, следующий вопрос. Вот, наверное, сейчас многие наши филиалы будут смотреть этот подкаст и задаваться вопросом, а что нам нужно сделать, чтобы в следующем году оказаться тоже победителем в данной номинации? Вот, у вас теперь есть какое-то видение, либо какой-то план, что вы будете еще лучше улучшать, либо на что больше фокус делать, чтобы в следующем году опять же оказаться в числе победителей? Я буду делать то же самое, что сейчас делаю, но, возможно, если, допустим, будут какие-то там... У нас же все время Magnum растет, у нас какие-то все время новшества появляются. И идти в ногу со временем, идти в ногу со своим магазином, со своими, допустим, сделали нам планку, да, стараться вот этой планки все время, раз нам поставили планку, значит, нам нужно что? Теперь быть выше этой планки, чтобы быть лучше. И еще один вопрос такой. Как вообще новость о победе в данной номинации повлияла на вас, на вашу команду в плане мотивации и в плане вот эмоций, да? Вот как восприняли ваши сотрудники? Ну, супер восприняли. Как вам объяснить? Это было выше моих эмоций. Я подошла, собрала своих, это были мои продавцы, наши мерчендайзеры. И, конечно, я сказала, что это благодаря им я достигла таких. Большое спасибо своим продавцам, мерчендайзерам, коллегам большое спасибо, что вот я добилась этого успеха. Я очень надеюсь, что это будет мотивация для всех наших
продавцов, быть больше, чем продавец, да, добиваться стать заведующим секцией стать ЗДФами. Ну и что еще могу сказать? Ну, сейчас меня опять же эмоции начинают уже нахлынивать на меня. Как я им преподнесла? Я сказала, что это все благодаря им. Большое спасибо моим коллегам. Что еще? Просто нужно свою работу делать на совести. Вот и все, больше ничего не нужно. Спасибо. Я думаю, замечательные моменты были в этом магазине. Нұржан мырза, енді қараңыз, сіз бағана айттыңыз, осы номинациядағы вне конкуренцияда ұтысымыз көп адамның ынтасына әсер етті. Жалпы қазір нені фокус ұстап жатсыздар, команда ынтасын тағы қалай көтеріп жатсыздар, және жалпы жоспарыңызда бар ма келесі жылы мүмкін басқа кластерда осы номинацияда жеңіске жету? Жоспарда бар, себебі қазір міне дәл қазір осыдан бір ай бұрын біз 7-ші кластерда болсақ, осы кластерда уже біз 6-ші кластерға өттік. Ол бағана өзіміздің товар оборотқа байланысты, көбейіп жатқан клиенттерімізге байланысты. Және де ары қалай біз осы мақсатта, енді біріншіден ол өзіміздің мақсатымыз магазинді жерге түсіріп алмау. Қалай өсіп келе жатырмыз, солай көркейе беру. Мен қасымда, мысалы, көрші магазиндер болады, мен айтам, сендер жабылып қалсаңдар, біз ары қарай созылайық деп қалжыңдап айтам. Сендер жабылсаңдар, мен созылам ары қарай деп қалжыңдап айтам. Оны басшылар есіне қойсын. Қалжыңдау бәр. Енді ол қалжың, әрине, оны қалжыңдап тиісіп айтамыз олардың бастықтарына, директорларына. Бірақ енді шүкір, қазір өзіміздің клиенттеріміз бар, күнде келетін өзіміздің покупательдер кабинетке кіріп, амандасып, қалайсыз, жағдайларыңыз қалай деп, өзіміздің апаларымыз бар, келіп алып, әңгімесін айтып, үйінде жалғыз отырған адам. Адам тек қана магазинге ол покупка жасау үшін ғана келмейді, біріншіден. Адамның басында тек қана, мысалы, нан алам деп ойласа, 30% адам жоспарлайды. Жоспармен барады, мен осындай нәрсе аламын деп. Ал 70% адам көргенін алады. Яғни біз сол көрген кезде адамды қызықтыратындай қылып, ол біріншіден витринада тауарларымыз болу керек. Екіншіден ол енді привлекать етіп тұру керек покупательдерді. Адам тек қана покупка жасау үшін емес, қыстың күні магазинге жылыну үшін де кіреді, ал жаздың күні магазинде салқындау үшін де кіреді. Және ол сол кезде де покупка жасап кетеді. И мысалы бірінші рет келген адам, ол егер біріншіде келгеннен магазин ұнаса, ол қанша жерден үй алыс болып тұрып, жанында кішігірім магазиндер болса, ол оған бармайды уже. Ол қайтадан біздің магазинге оралады. Соның арқасында өзіміздің клиенттерімізді көбейтіп отырмыз. Және жақсы, керемет. Жалпы кез келген сатып алушыны лояльный покупательге айналдыру, керемет. Енді әріптестер, енді шынай айтсақ, біздің көп қалада, көп Алматының өзінде дүкендердің өзі осы күнге дейін осындай номинацияның не конкуренция, немесе лучший ең үздік деген номинацияның бар екенін әлі білмейтіндер бар. Өте көп ондай біздің әріптестеріміз, және осы подкастты тыңдағаннан кейін олардың қазір ойында мынандай ой туындайды. Қалай екен, білсек екен, біздің қалада қалай ұтса болады екен, не істесек біз осындай номинацияның алғашқы орындар аламыз деп. Жалпы сіздер осы ұтысты ұтқан адамдар ретінде басқа қаланың, басқа филиалдардың дағы әріптестеріңізге қандай бір жалпы совет айтар едіңіздер? Эльмира, какой совет вы дали бы коллегам из других городов и из других филиалов? Вот что нужно им взять в фокус, чтобы в будущем оказаться победителем? Ну, самое главное — приходить на работу не только как на работу, а как действительно, вот как говорил Нуржан, как к себе домой, да, не просто работать, провести там какое-то определенное время и свалить, а вкладывать частичку своей души. Не просто там пришел, там определенно заработал деньги и ушел, а общаться с покупателем, не с душой общаться с покупателем. И все, я же говорю, ничего там сверхъестественного здесь не нужно. Для нас все уже придумано. Есть регламенты, есть акционные каталоги. Бери, самое главное, все эти документы, работайте с ними. Работайте с товаром, работайте с людьми. Самое главное — это покупатель. И все остальное уже прибудет само. Не придумывайте велосипед заново, просто следуйте регламенту. Да? Отлично, замечательный совет. Нұржан мырза, сіз не айтар едіңіз? Менің айтарым, көбісі әрине бұл номинация жайлы ешкім білген жоқ. Біздің өзімізде, мысалы, өтірік айтпасам,
күмәнмен қарадық. Бұл шындық па, шындық емес па. Барынша менің ойымша қазір мысалы кез келген руководящий составтар жаңалықты өзіміздің сайт бар. Magnum Life-тан алып оқи берсе болады. Сол жақта түгел нәрсе жазылған Magnum Life-тың сайтында. Тек қана Magnum Life-тың сайтында емес, Telegram ботта да бар. Telegram боттың арқасында көптеген жаңалықтарды, компания туралы жаңалықтарды біліп отырады. Және де Telegram бот арқылы компанияның жаңалығын білді, өзінің сотрудниктарына жеткізді. Өзінің сотрудниктары білді, оларда уже қызығушылық пайда болады. Сол алдымен білу керек, қандай критерийлар, осындай 30 номинациялар болып жатыр екен, осындай жарыс болып жатыр. Енді бұл жарыс мақсатында да қарауға болады. Мысалы, кім мысалы барғысы келмейді Турцияға, Мальдивқа барғысы келмейді, кім мысалы ақшалай жүлде ұтқысы келмейді, ұтқысы келеді, тек оған шын ниетпен, көңілмен әрекет ету керек. Әрекет етсе, Алла тағала өзі береді. Тек қана жұмыс істей білу керек. Расымен Нұржан өте жақсы ой айтып отыр. Мұнда көп нәрсе басшылықтың қолында. Егер директор осындай мақсат қойса, бәрі қол астымызда. Magnum Life болсын, Telegram бот болсын, Magnum Space сайты болсын, жалпы біздің әр номинацияның ең үздік кассир, ең үздік зона приемки деген бар бізде, ең үздік дүкен деген бар. Кез келген номинация мақсат етіп қойса, кез келген команда бұған жетуге мүмкіндігі бар. Ең бастысы осыны біліп, түсініп, бүкіл командасына осыны бір трансляция жасап түсіндіріп берсе, онда команданың міндеттерде жаңағы бір ынтасы өседі. Және жалпы мен ойымша сіздердің мысалдарыңыз ретінде ол адамдар бұл мүмкін емес, бір Алматыда ғана болып жатқан нәрсе ғана деп ойламауы мүмкін. Олар бұл әр адам қолынан келеді. Бізде Астанадан келді адамдар, Қызылордадан келді, Шымкенттен келді, кімнің Турцияға барғысы келмейді, кімнің Мальдиваға барғысы келмейді, кімнің Египетке барғысы келмейді. Барғыңыз келе ма, секцияңызбен жұмыс істеңіздер. Товар оборот өсіріңіздер. Егер бүкіл магазиндеріңіз болып 1 миллион теңге ақша кім алғысы келмейді? Қарапайым, товар оборот өсіріңіздер, өзіңіздің кластеріңізде ең үздік болыңыздар. Ең мықты кассир болғың келе ма? Жақсы өткіз, чектеріңді. Сол енді менің ойымша біріншіден сіздерге үлкен алғыс айтқым келіп отыр. Эльмира, Нұржан, сіздердің мысалдарыңызда көп адам осының қолжетімді екенін бүгінде түсіну керек, менің ойымша. Және сіздер өздеріңіз көрдіңіздер, бізде құрметті көрермендер, тыңдармандар, екі-ақ жеңімпаз емес, бізде жеңімпаздардың саны өте көп болды. Бас офистен жеңімпаздар өте көп болды, бүкіл филиалдардан өте көп болды, линейкадан өте көп жеңімпаз болды. Бәрі қуанып жатты. Енді менің ойымша келесі жылы бізде тағы қосымша сертификаттар, ақшалай ұтыстар болды. Барлықтарыңызды, көпшіліктеріңізді осы жерде тағы шақырып интервьюда көреміз деп ойдамын. Әріптестер, енді соңғы сұрақ болсын. Жалпы әріптестеріңізде келесі жылдың жеңімпаздарыңызға қандай тілек айтар едіңіздер? Жаңа жылда Рамазан айының аяғында, және осы тілектеріңізбен біз подкастымызды аяқтасақ. Тілек болғанда әр адам жұмыс істеу мақсатында қандай должностьта болсын, мысалы продавец болсын, заведующий, замдиректор, директор болсын, ол өзінен жоғары тұрған бастықтарынан үлгі ала білу керек. Мен өзімнің мысалы опытымда бар. Мен қаншама директормен, қаншама территориальный директормен, қанша бастықпен жұмыс жасадым, әрқайсынан өзіме керектілерін алып оттым. Мынау керек, яғни мен осындай дүниені қолдануым керек. Яғни енді бізден үлкен бастықтар, олар қалай айтса болады, просто так бастық бола салған жоқ. Яғни олардың бастарында білетін дүние өте көп біздің бастықтарда. Енді Magnum компаниясы кеңінен дамып жатқан компания болғандықтан, ол жақта істеп жатқан бастықтар барлығын біледі. Оларда информация көп. Яғни солармен жұмыс істеу арқылы, бастықтан көріп арқылы өздеріне керек дүниелерін ала білу керек. Өздеріне керек, және де өзімде андай бір мотивационный бір роликтер көріп қалатын. Мысалы, өздерін басқа біреумен емес, өздерімен ғана салыстыру керек. Алдыңғы жылы қандай болдым, мен биыл қандаймын. Яғни бізде бар продавецтерден бар, мысалы 4 жылда 5 жылда продавец болып жүре береді, оған ол комфорт. Мен соларды көбінесе шығаруға тырысамын ана комфорттан. Көр, біл, үйрен, мен саған өзім үйретем деп. Мен көп нәрсені өзім артында дайындаған сотрудниктер бар, көрсетіп, біліп, қазір заведующий, замдиректор болып отыр олар, мысалы және жақтан. Сол үшін өздерінің бастықтарынан көп нәрсе ала білу керек. Және руководительный составтарға да айтарым, бана директор болсын, замдиректор болсын, басқару мақсатында өздерінің қолында командамен жұмыс істей білу керек. Соның арқасында оның магазині көркейеді және дамиды.
Өйткені ол жалғыз өзі жұмыс істеп отқан жоқ ол магазинде. Ол магазинде ол өзінің сотрудниктарымен бірге жұмыс істеп керек. Егер сотрудниктардың желаниясы болмай, ол магазинге құр барып келіп жүретін болса, ол магазин ешқашан көркеймейді, ешқашан өспейді. Тек бастықтар сол сотрудниктермен бірге жұмыс істей біліп, сол ортаға еніп, соларға бағанағы осындай номинацияларды түсіндіріп, білгізіп, осындай ұтыс ойындар бар екен. Ол тек қана директорлар емес, бағана айтып жатсыз, продавецтер, кассирлер барлығы жүлде ұта алады. Кез келген адам жүлде ұта алады. Солардың ынтасын ашып, олардың зона комфортынан шығарып, олардың кругозорын көбейтіп білу керек. Бізді де кезінде сөйтіп, мысалы, артымыздан демеу берді, демеу бергеннің арқасында осындай директорлық должностьқа дейін жетіп отырмыз. Қысқаша айтсақ, барлығы өзіміздің қолымызда. Жақсы, керемет. Эльмира, сіз жалпы қандай тілек айтасыз? Какие пожелания, какие, может быть, советы? Вот чтобы эти люди оказались в следующем году вот здесь в качестве победителей. Самое главное для человека – это его здоровье. Ну, в первую очередь я хочу всем пожелать здоровья, оптимизма в наше нетрудное время. Идти в ногу со временем, не бояться учиться и не бояться завышать свои планки, добиваться своих целей поставленных. Ну и что еще пожелать? Ну вот живой пример, мы вот сидим, сейчас очень радуемся тому, что вот у нас, да, это для нас тоже какая-то планка, уже цель на следующий день оказаться здесь еще раз с другими, по другим номинациям. И чего самого желаю всем остальным. Спасибо большое, Эльмира. Құрметті біздің тыңдармандар, жалпы осымен біздің подкастымыз өз аяғына да келіп қалды. Барлықтарыңызға бізбен бірге болып тыңдағаныңызға рахмет. Және бүгінгі біздің спикерлер, қонақтарымыз Серік Нұржан және Садриева Эльмираға өте үлкен алғыс айтқым келіп отыр. Өздерінің ойларымен, жалпы нұсқаулықтарымен, дағдыларымен бөлісіп отыр. Бүгінгі подкасттың тобықтай түйіні десек, барлығы өз қолымызда, тек тырыссақ болды. Осы жеңіскерлер қатарында бәріміз де бола аламыз. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет сізге.